Қазақтың үш бәйтерегі. Сәкен Сейфуллин. 1894 жылы бұрынғы Ақмола облысы, Ақмола уезі, Нілді болысының бірінші ауылында, қазіргі Жезқазған облысы Жаңарқа ауданында туған. Қазақтың көрнекті жазушысы, қазақ әдебиетін қалыптастырушылардың бірі, қоғам қайраткері. Ілияс Жансүгіров. Ақын, қоғам қайраткері. Алғашында өз әкесінен, ауыл молдаларынан сауат ашқан. Ілияс Жансүгіров қазақ әдебиетінің шаң жұқпас жүйрігі, жыр құлагері, поэзиямыздың бар саласына үлес қосып, поэма жанрын қол жетпес биікке көтеріп, күні бүгінге дейін үлгі шашып, дәстүр жасаған қайраткер. Тұрсынбек Кәкішев. Бейімбет Майлин. Қазақтың көрнекті жазушысы, қазақ әдебиетін қалыптастырушылардың бірі. Сауатсыздықты толық жою ұранын алға тартты. Сауаттылығы төмендерге арналған оқу кітабы 1929 жылы, Күш, сауаттылығы төмендерге арналған оқулықты 1930 жылы жазған. Жаңаша оқы және жаз құралын шығарған.